Италиядағы бітіспес қарсылас Интер мен Милан футбол клубтары бұрын бір команда болған. Клубты 1899 жылы Миланға Англиядан келген мата өндіруші Герберт Киплинг құрады. 18 ғасырдың басында Италиядағы футбол қатты өсіп, бәсеке артады. Осылайша Италияға шетелдік футболшылар да ағыла бастайды. 1908 жылы Милан басшылары командаға ешқандай шетелдік ойыншыларды алмаймыз дейді. Бұл шешіммен келіспеген кейбір италиялықтар мен шетелдіктер Миланнан бөлініп, Интернационал деген команда құрады. Интернационал деген сөздің өзі халықаралық деген мағынаны береді. Клуб 1909 жылы Италия чемпионы атанады. 1928 жылы Италиядағы фашистік билік Милан мен Интерді қайта қосады. Ол кездегі билік Интернационал деген сөзді жек көреді. Ал екінші дүниежүзілік соғыстан соң Интер қайта бөлініп шығады. Қазір қарсылас екі клубты ортақтастырып тұрған стадион ғана. Екеуі де бір стадионда ойнайды. Милан стадионда Сан-Сиро, Интер Джузеппе Меацци деп атайды. Италия клубтары арасынан 2000 жылдан кейін Чемпиондар лигасында топ жарған осы Интер мен Милан ғана.